Елімізде электр энергиясына деген тапшылық күн сайын артып барады, сондықтан оны өзге мемлекеттен импорттауға мәжбүрміз. Энергетикалық әлеуетті арттыру үшін атом станциясын салу кезек күттірмейтін мәселе. Павлодар облыстық мәслихатының депутаты Махамбет Амангелді АЭС экономикамыздың қарыштап дамуына жол ашатынын айтады. Өйткені қазір барлық саланы дамытуға қуат көзі ауадай қажет, онсыз алға бір қадам басудың өзі мұң. Шын мәнінде бұл бізге әркімнің халықтың әлеуетін көтеру үшін жасалып жатқанын түсіндіру үшін мынау ақша мәселесінде бір киловатт электр энергия қазір неше теңге болады. Біз қазір 9 теңгемен өзіміз сатамыз, түнгі уақыттарда, керек жоқ уақыттарда, пик уақыттарда 25 теңгеден көршілерімізден сатып аламыз. Сол себепті біздің экономикалық дамуымызға кедергі болып жатыр. Мысалы, еліміздің тек қана облысымыздың аграрлық әлеуетін алып қарасақ, егін суарушыларға, оларға да электр энергия жетпей жатыр. Су бар, жер бар, технология бар, инвестиция бәрі салған, тек қана енді поливалкаларын қосайын десе, былайша айтқанда электр энергиясы жетпейді. Сол сияқты мәселелер бізде күннен күнге өрши береді. Ал қызылордалық ғалым Нұрбол Апасовтың айтуынша, АЭС экологиялық таза, қауіпсіз және ең жоғарғы энергия көзі. Саланы жан-жақты зерттеген ол станцияны салу арқылы тұрақты үздіксіз энергия аламыз дейді. Қазір 30-дан аса елде 400 АЭС жұмыс істеп тұр, ал оларда қауіпсіздік ережелерінің қатаң сақталуын халықаралық ұйым ерекше бақылауда ұстайды. Сондықтан алаңдауға негіз жоқ деген, ол біздің еліміз үшін өндіріс орнының маңызы зор дейді. Атомдық энергия қазіргі таңда ең тиімді әдіс болып табылады. Өйткені оның қазіргі таңда жұмыс істеп тұрған жылу электр станцияларына қараған кезде энергетикалық тиімділігі ондаған есе артық болады. Және қоршаған ортаға зиянды атмосфераға заттар бөлмейді. Соңғы технологиялар 3+ технологиясы бойынша ол барлық қауіпсіздік ережелері қамтамасыз етілген.